Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бүгін бұл мен Арсис, қалайсыздар? Қарсы достар, бүгінгі видеода біз 3 түрлі бағада 3 түрлі аккаунт сатып алған болатынбыз. Ал олардың бағасына келетін болсақ, бірінші 100 теңге, екіншісі 500 теңге, ал ең соңғысы 2000 теңгелік аккаунт. Қарсыздар, осы видеода біз сол аккаунттарға обзор жасайтын боламыз. Ал сіздер бостан бос отырмай каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал ендеше біз өзіміздің кереметті видеомызға кеттік. Короче, достар, біздің ең бірінші 100 теңгелік аккаунтымыз сеті осылай басталады екен. Енді біз оның қазір оружие және складтарын көріп шығатын боламыз. Енді 100 теңгелік былай қараптан какой-то тиын біреуіміз үшін. Так, енді біз бұның қызықтырмай сразу бір складынан бастап кетейік. Бұның складында так, мынау чоза набор. Білмеймін, короче, мынандай, короче, былай өткізіп шығайын. Артистский синий бар. Так, мына инкубатор бар. Мен сіздерге осылай бір жалпылама көрсетіп кетем. Қалғанда енді обычный заттар нормально. Шляпада осындай бір опана маска мына магазин кубта болды бұл. Так, және де мынау инкубатор тоже ема халк, ема сақал, ема достар, 100 теңгелік аккаунтта мынау бар даже, прикиньте, ема достар, 100 теңгелік аккаунтта осындай татауы 4 маска. Және де мына үстіне киетіндерден көрейік, осындай мына плащ бар. Так, және де ема неден көп заттар мынау. Ой, чё за мынау? Ема просто достар, мына аккаунт топовый аккаунт достар, қараңдар, ема 100 теңгелік аккаунтта осындай үстіне киетін біршама заттар бар. Ё-майо достар, ойлаңдар. Ема. Короче, мен сендер шалбарларын көрсетпейтін. Осы мына аяқ киімдерінде де ема 100 теңгелік. Ема мына набор, мынау 100 теңгелік аккаунтта. Ема мына бәрін жинап жүр, прикиньте достар. 100 теңгелік ема мынандай 2 магазин көп достар, ойлаңдар, 100 теңгелік аккаунтта осындай керемет заттар. Ема осыны маған бір адам сатты, осы 100 теңге, 500 теңге, 2000 теңге аласың ба деді, мен өзім келісіп алдым. Так, енді складында көрдіңіздер, енді жалпылама көрсетіп шықтым. Және де біз питомецін көріп шығайық. Так, панда бар, щенок бар. Так, мына Симба Ину бар, мына Робома не это сол бар. Так, мынау бар, боққарын дейді. Сокол бар. Және де мынау осындай наборлы питомецтен. Және де біз персонаж бөлімін ұмытпеттік. Енді персонаж бөлімде ең астына жоқтан қарайық. Нормально, бірақ главныйлары бар. Алок бәрі бар. Так, енді біз коллекциясын көріп кетеміз. Коллекциясында мынандай осындай эмоциялар. Былай қарап кетейік. Ема, неше эмоция бар мынада? Ема. Біршам эмоциялар. Ема, достар, мына аккаунт 100 теңгелік болатсы кәдімгі. Өзіме четко наватыр. Так, осындай енді фондар қызық емес. Осылай. Ух ты, мына дейді тасып қоймыз. Так, енді біз самый главный, енді біз бәрін тексердік. Біз оружие бөліміне кіреміз. Және де оружие бөлімінде МК-ға скорость Б, скорость 2, точность 1 минус скорость. Так, бұның аты, короче, ФКСП бірден, короче. Северный АК, нормально. М14 оживленный. Ема, достар, Скарға просто ауф оружие. Ауф скин. Ема мегалодон достар, ойлаңдар. Гразаға 2 скорость бар, СКС бар, пулемет бар. Фамасқа нормальный, X78 бар. Ема бәрінде бар даже, ауыққа да бар. Прикиньте, ПП бөлімін қарайық. Так, ПП-да UMP-ге бар. М5-қа тоже бар, ВСС-ке бар. М40-қа ема, мынау, ема достар, үшеуі де топовый оружиялар. Так, П90-ға бар, және де Томпсонға бар. Ема мынау СНС-ке арналған оружие драбашы бар екен. Даже мынау бар. Спасқа бар, двухслок жоқ. Нормально, 100 теңгелік аккаунтта енді двухслок тегір. Күтпейм қатты. АВМ-ге бар. Ема достар, просто ема қараңдар, чо за кулаққа скин бар даже. Ема 5 теңге, 6 граната. Осындай аккаунт достар, 100 теңгелік аккаунтта осындай көптеген оружиялар бар екен, прикиньте. Ема
Просто мен мына 100 теңгелік аккаунт кәдімгідей ұнады, мен сөйлей алмай жатырмын даже бар ғой мына аккаунтты көргеннен. Так, мен қуаныштымын әрине. Ал ендеше біз өзіміздің 5 теңгелік аккаунтымызға обзорымызға кеттік. Ал короче достар, ендігі кезек біз 500 теңгелік аккаунтқа обзорымызды бастаймыз. Қараңдар, ема уже көріп шығарсыздар, ледяной дракон анау мынау дегендей. Короче достар, біз енді бұның тоже персонаж бөлімінен бастаймыз. Так, персонаж бөлімін былай қарап шықсақ, астында примерно 9-12 персонаж жоқ, қалған бәрі бар. Так, нормально. Енді біз кеттік склад бөлімін қараймыз. Ема, мынаған қараңдар. Ема, мынаған примерно бұрын бір 3000 алмаздай жұмсады адамдар. Ема, мынау бар. Мынандай екеу бар. Ема, достар қараңдар. Так, ема, мынау бар екен, прикиньте. Мына баяғыда болып болған, бірақ қазір шығарып тастады. Мынау бар. Так, мынау бар. Ема. Так, мынандай. Енді мына маскалерден, так, мына пропуск бар екен, мастердің бас киімі. Так, мына инкубатор бар тоже бұл аккаунтта. Так, енді маскалер қалан нормально. Мынандай, так, 5 маска бар екен, адамға, қызға және 2 маска. Так, бұлай бір қарап шығайық. Қалғандарын енді қазір пресс бар. Так, ема, достар, мынаңғырандыршы, баяғы, мынау нешінші сезон, білмеймін, точно 4-ші сезон ба. Соның мынау деген футболкасы, ема, ұнайды осы футболк маған. Нормально, мынау бар екен. Енді қалғандар енді просто обычный заттар, нелерден көрейік. Ема, мынау бар, оны жақында шығарды, оны да. Қалғандары нормально. Так, енді біз мынадан оппана екеу бар екен. Так, короче, біз складын қарадық, енді питомец бөліміне барамыз. Питомецінде, так, жоғарынан бастап қарайық. Мынау жоқ, так, Елтаев дейді. Так, нормально. Пингвин бар, сокол бар, мынау бар, жоқ. Щенок бар. Мынау мысық бар, мысық. Және щенок, панда бар. Так, нормально. Мынау 500 теңгелік аккаунт. Ема, мен слишком арзанға. Так, короче, ема, достар. 500 теңгелік аккаунтта мынандай топовый World аккаунттағы МК World, МК, ема. Және ледяной дракон, 3-ші уровень. М14-те 2 скорость неге алмайды. Білмеймін, оживление алып қойық. Так, скардан мынау бар, ема үшетте мынандай бар, нормально. Гроза бар, СКС бар, пулеметта скин жоқ, ема, фамас бар. 2X78 бар, нормально. М60 бар, Н94 бар, қалғандар нормально. Енді біз ПП бөлімін қараймыз, Юмпикта бар, М5-та бар, ВСС бар, бар. Так, нормально. Дробовикте северный, нормально. Спасқа ема, мынау күшті. Енді қалғандар снайперский да жоқ екен, корректа бар. Так, мына нормально. Ближний бойында сковородка 4-еу, паранг 5-еу, бита 4-еу, катана жоқ, каса жоқ, құлаққа скин жоқ екен. Және 11 гранатасы бар, және осындай кереметте 5 теңгасы бар екен. Так, короче достар, біздің 500 теңгелік аккаунт қалай? Өздерің комментария жазып оценкасын беріп кетіңдер. Ал енді біз ең соңғы топовый 2000 теңгелік аккаунтты обзорымызды бастайтын боламыз. Ал енді біз кеттік. Короче, достар, біздің 2000 теңгелік аккаунтты қараңдар. Ема, соска, достар. Так, короче, біз 5 минут құттықтаймыз. Енді біз бұның персонаж бөлімінен бастайық. Ең астында кімдер жоқ? Так, 6 персонаж жоқ, прикиньте, ема, просто дерзкий. Енді біз кеттік сразу складын қарайық, складын. Енді ема, ебать, ну дерзкий ғоп, анағыларда болды мынау. Болмады па де, ема. Мынанда, ема, алтын адам сияқты екен мынау. Так, мыналар енді простой, мынаны көрейік. Ема, шаштарыңдар достар, просто ауф енді. Мына ақшаш, мен енді главныйларын қараймын, артический синий ойбай. Так, короче, ух ты, мына чё за мынау, ема. Енді қалғандары обычный заттар, так, ух ты. Так, енді мынау осындай, мынау бар. Ебой, дерзкий, достар, просто қоян бар. Ема, чо за мынау, базар жоқ десең. Да, енді 7 маска бар. Енді, қараңдар, енді мынада мен алған бойда байқағаным енді. Қалғандар не мынандай.
қараңдар достар. Так, не бар? Ух ты! Осыға міне. Мына дерскі ұнайды, менде жоқ просто мынандай бар. Так, енді қалғандары простой заттар по идее. Опа, мынау бар даже. Футбол. Ема міне, достар, менің байқағаным осы. Мама, достар, просто просто достар 2000 теңгелік аккаунтқа мынандай қарандар хип-хоп 2000 теңгелік аккаунтта достар. Просто дерзкий ғой, дерзкий, Так, дерзкий енді осыдан бір дерзкий сет құрауға, но біз деген обзор жасап отырық. Потом өзім ыңғайлап қойып қарам ғой. Так, енді аяқ киімдерге маңыз емес. Достар, мұна преступник бар. Дино, достар, мұна бар ұтаж. Енді расходниктерінде нормальный. Так, енді біз кеттік питомистің қараймыз. Так, питомистің пингвин, сокол, мұнау жоқ. Так, көрдіңіздер, короче, осындайлар бар. Так, оружие, жоқ, коллекция бөлім. Так, енді коллекция бөлімінде мынандай эмоциялар бар екен, қараңыздар. Не деген көп эмоциялар. Просто транспорт. Рюкзагда мынау бар ғой, достар, неге мынаны кимейді? Бокс, доска, парашют, фон, енді қалғандар не важно. Енді біз оружие бөліміне барамыз. МК. Мынау МК ма? МК земляный катаклизм және инкубатордағы. Және ледоний дракон 4-ші уровень. М14-ке мынауындай мегалодон бар. Гроза СКС бірдене. Ауыққа дейін бар. Просто дерзкий аккаунт, достар. ПП бөлімін қарайық. UMP бар, М5 бар, ВСС бар. Просто сары М40 2000 теңгелі аккаунтта. Петух мынандай векторге дескен бар. Так, дробашқа уже түсіріп алған, прикиньте. Мынандай. Так, судай мынандай дұқсылықсы бар екен. Снайперский да бар. Пистолетте қызық емес. Білен 7 сковородка, 8 параң, 6 бита, 4 катана. Кулақ қаскені бар, гранатада 17 гранатасы және де 6 керемет есенкасы бар. Енді другой, гранике 6 скені бар, мынау миниган. Енді пропустарын қарап шығышы, ана екі аккаунттарын қарамадым, но мұнанкін қарау керек маған. Так, жоқ, клиент қызыл ма деп ойлаймын, но қызыл емес екен. Достар, короче, осындай менде 3 түрлі бағада аккаунтқа обзор жасадым. Егер де сіздерге ұнаған болса, комментарий және де осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл мен Арсис. Келесі видеода жүздескенше, давайте.